Баршаңызға сәлем. Өткен видеодағы сұралған 7000 лайк тез жиналғандықтан, бүгін кальмар ойынының екінші сериясын айтып беретін боламын. Ал осы видео бір тәулікте 25 000 қаралымы жинаса, онда екінші маусымды бір жолата жалп-жалпақ тілде сайрайтын видео дайындайтын боламын. Әлде басқа тақырыпқа көше беруімді қалайсыңдар ма? Сондықтан лайк басып қаралым санын вирус қылуды бастайық. Ал Казвойс сайрайды. Бірінші серия мынаның өлімімен аяқталғанын жақсы білесің. Осы сәтте Чунхо сыртта көлігіне жайғасып, кірейін бе кірмейін бе деп отырғанда, қарудың дауысы оған ішке кірсеш братан деп тарсылдағандай болады. Сөйтіп ішке кіріп дәліздің бәрін кезіп жүргенде деген дыбыс естіледі. Чунхо сол нөмірдің есігін бұзып ішке кірсе, шлянга Кихуннан жеңілмей тұрып, алдыңғы ойында жеңген Усокты төсекке байлап кеткенін көреді. Усок оның 410 нөмірде екенін айтады. Сол уақытта Кихун жалдаушының қалтасынан шақыру билетін іздеп табады. Бір кезде Чунхо оған тапанша тіреп Кихунды кісі өлтіруші етіп қояды. Ал Усок арттан кеп қалып, оны ұйқыдағы ару етіп қояды. Усок Кихунға Кимнің өлгенін хабарлап, оны мына айуан өлтірді дейтіндей бірінші сериядағы үзіндіні айтады. Мына жақта бір қыз ұйықтап жатады. Бұл қызға әзірше 11 деген ат бере тұрамыз. Неге екенін видеоның соңында түсінесіңдер. Деп айтам дегенімше, 11 машинада жатқанда оған тәртіп сақшысы келіп шағым айтып кетеді. Ол жерлерін естімей қалдық, енді ештеңе қылмайды. Бастысы 11 екінші рет көлігін мына жерге қоймаса болды. Мына жақта Казвойстың әлі айтылмаған бірінші маусымындағы әңгімелер айтылып, Кихун Хван Чунхоны кісен деп сұрақ қалады. Ол осыған дейін Кихунды 2 рет көргенін айтады. Бірі мына кезде, екіншісі мына кезде. Сонда Кихунға екінші мына кезде ұнамай, сол сарбаздардың бір сен екенсің ғой, деп қызбалыққа залады. Сонда Чунхо, мен тек солардың формасын киіп алып өзімнің ағамды іздедім. Былайша мен жақсы адаммын, деп ақталып, әйтеуір Кихунды сендіреді. Үйтіп Кихун ойынды тоқтатқысы келетінін айтады. Чунхо қалай деп сұрағанда, Кихун былай деп қолындағы шақыру билетін көрсетеді. Чунхо ол жақта VIP қонақтардың алдында, құрсы кәз емес, жалпы VIP қонақтар жайлы айтып, ойынды бірге тоқтатайықшы деп дуэттенгісі келеді. Сонда Усок әңгімеге жағаласып, полицияға сенім жоқ, олар ақшаға қадап кетеді, деп келе жатып, Кихунның сол ойыннан ұтып алған ақшасын көріп аузына құм құйылады. Кихун бұл ақша сол ойында қаза болған ойыншылардың қанынан құралған арам ақша екенін айтып, осы ақшаны пайдаланып сол ойынды тоқтатамын дейтін ойын білдіреді. Усок, дұрыс айтасың, мен сол аралға барамда бәрін ат тастаймын деп қолындағы 6 оқтық револьверді шошаңдатып тұрады. Чунхо аралда қаруланған әскердің көп екенін айтып, айналайын, оларды қыру үшін білесің ба қалай қарулану керек дей бергенде, Кихун пердесін түріп жіберіп, құпия бөлмесін көрсетіп, осылай ма деп бүкіл тыққан-пыққан арсеналмен мақтанады. Тіпті калаштан оқ жіберіп, олардың жарамдылығы әлі қартаймағанына көздерін жеткізіп, селк-селк еткізеді. Көшеде ауыр дертті балалардың көңілін көтеру парады өтіп жатады. Бірақ Найон дейтін қызға ешкім назар аудармады ғой деп отырғанымызда, қызғылт қоянның костюмін киген аниматор оның қолына тәттісін ұстатып мәз қылып кетеді. Кейіннен аниматорлар бөлмелеріне келіп, пісіп кеттік қой деп маскаларын шешеді. Сөйтсе, қызғылт қоянның маскасын киіп жүрген әлгі 11 болып шығады. Бір кезде бөлмеге Найон кіріп қалып, қоянға ризашылығын білдіріп, қолына салған суретін ұстатып тұрғанда, біреу маскасыз кіріп қалып, Найонды дегізіп жылатады. Көп ұзамай оның әкесі іздеп келіп, өзімен алып кетеді. Осы сәтте Найон аққандық, яғни лейкемиямен ауыратыны анықталады. Оны емдеу үшін кемік майын ауыстыру дейтін ота жасалуы қажет. Ол үшін қыруар ақша керек дегендей. Кешке қарай Кихун бір кісілердің қал жағдайы қалай екенін сырттай бақылап жүреді. Кейіннен брокермен жолығып, аманат етілген солтүстік кореялық бір кісінің отбасын оңтүстікке аман-есен алып шығу жөнінде сөйлеседі. Кихун кеткен соң артынша 11 келіп, Кихунның айтып кеткен адамын іздеді. Бұл да оның миын аштады. 11 де мәселені ақшамен шешуге тырысады. Алайда брокер мәселе ақшада емес екенін айтады. Содан 11 көлігіне барып, көзден жас ағып қайғырумен болады. Бір кезде бір басын шапсаң, екіншісі өседі дегендей, гидрослендермен келіп, бұған дейтін визитка ұстатып кетеді. Ертесіне Чунхо марқұм жеңгесіне гүл шоқтарын қойып, кешке үйіне барып дастархан үстінде шешесімен әңгімелеседі. Әңгімелері сол баяғы Чунхоның ағасы жайлы болады. Чунхоның ағасы Инхо кезінде бүйрегін осыған берген екен. Бірақ кейіннен оның әйелі ауыр дертке ұшырайды. Инхо оның емін төлей алмай, түбінде әйелі қаза болады. Оған қоса, мына кісі Инхоның туған шешесі емес екені айтылып қалады. Бұл жайында біраз теория құрып тастауға да болады. Болашақ видеоларымның бірінде теория дейтін формат шығып жатса, бұрынғыдай жалпақ тілде істей бер деп жатырқамай, жылы қабыл аларсыңдар деп сенемін. Мына жақта Найон қоянның кезекте тәттісін күтіп тұрады. Алайда бұл жолы қоян сол жағымен тұрған ба, әйтеуір қызды байқамай кетеді. Бұнысы не істеп отырғанымызда сұраққа жауап табылып, қоянның ішінде басқа аниматор болғаны анықталады. Ал 11 мына визитканы алған соң, бұл
бұл жұмыстан өз еркімен қуылып жатқандай жөні бар екен. 11 шығып кеткен соң мынау әңгіме айтып отырып, оның тұйық мінезді екенін айтып сүйреттейді. Не үшін ондай болды екен деп қоямыз арасында. Сыртқа шыққанда Найонның әкесі көшеде отырып портрет салып күн көретінін байқаймыз. Бір кезде жедел жәрдемнің дауысы шығады. Сөйтсе қызы нашарлап ауруханаға жөнелтіліп жатыр екен. Әкесі де оның артынан аттанады. Ал 11 бұл көріністі сырттай бақылап тұрады. Мына жақта Кихунның ойынды тоқтату жоспары қызу үстінде. Ол қалай десеңдер, азу тісіне аңду құралын енгізіп, ойын жүргізушісімен кездесіп, соның мекен жайын тоқылдау екен. Сондықтан тіс дәрігерін шақырып, осының бәрін жасатқызып, қолына тиынын ұстатып, ешкімге айтпа аха дейтін әуенмен оны шығарып саламыз. Бірақ ешкімге айта ма, айтпай ма, оны енді бір режиссер біледі. Кешке қарай 11 Найонның жатқан клиникасына келіп, бағана құлатып алған бас киімін қасына қойып кетеді. Дәлізде оның еміне қайтсем де ақша табамын деп құлшынып жүрген әкесі байқалады. Мына жақта Кихун атудан профиларды жинап, ату жаттығуын жүргізіп жатады. Усок бізді кто деп тұрсың атак дейтіндей мақтануын айтып, оларды мақтайды. Иә, біз де оның сөзіне сеніп, шешуші сәтте осырмаса екен деп тағымымызды қысып қоямыз. Арасында Кихун қызын сағынып, оған қоңырау шалады. Бірақ онымен сөйлесуге батпай, тілі ұйып, аузына шалмай оның бірінші қойғанын күтіп отырады. 11 визиткадағы нөмірмен хабарласып, ойынға дайындалып, суық қандылығын күшейте бастайды. Трио аталған орыннан табылады. Ол Хэллоуин мерекесінде өтіп жатқан HDH клубы екен. Не үшін Хэллоуин? Өйткені елдің бәрі маска киіп алып, кімнің не істеп не қойып жатқанын білмейсің, рахат дегендей конфиденциалдылықты сақтаудың тиімді жолы. Біраздан соң Кихун мен Усок ішке кіреді. Іште би кеші қызып жатады. Усок басына жылқының маскасын сатып алып қуып жүреді. Кихун әлгі Чунхо суреттегендей бетінде қара маскасы бар ойын жүргізушісін табуға тырысады. Бірер минуттардан соң клубқа екі қызғылт солдаттың жақындап келе жатқаны байқалады. Оны Чунхо байқап Усокқа хабарлайым дегенше, олар ішке еніп үлгереді. Чунхо көп ұзамай фейс контрольдан өтіп ішке кіреді. Солдаттардың бірі Кихунды лестіріп алып кетеді. Екіншісі Усокты шокермен ұйықтатады. Чунхо Усоктың ұйықтап жатқанын байқап, сырттағы қаруланған бандаларына хабарлайды. Кихун әлгі шаршы солдаттың артынан жүріп лимузинға отырады. Чунхо артынан шығам дегенше лимузин ізін суыта бастайды. Бандалар соның артынан жүре бастайды. Көлікте отырғанда Кихун ойынды тоқтатқысы келетінін айтады. Ойын жүргізушісі ковбой сияқты түрін көрсетпей, мына біреу шошқа арқылы онымен диалог құрып, Кихунның ойынды тоқтату туралы ойына 4 қабаттан бір қылтима шығарып жауап берумен болады. Оның айтуынша, ойынға қатысып жатқандар жай ғана шарасыздан өмір сүріп жүрген қоқыспен теңеледі. Әлемді өзгерту үшін қоқыстарды сыпырып тұрған дұрыс. Немесе пайдаға жұмсаған жөн дейтіндей әңгімелер тағы айтылады. Былай айтқанда Марвел әлеміндегі танысқа жатып алған көрінеді. Бір кезде арттан аңдып келе жатқан қарулы топ көзге түсе кетіп, снайпер солдаттардың нысаналарына айнала бастайды. Солайша барлығы доңғалақтарынан айырылып, жолдың ортасында қалады. Оның бәрін естіген Кихун терезеге оқ атып көреді. Алайда көлікте оқ алмайтын терезе болғандықтан, көліктің терезесін оқ алмайды. Сонда Кихун ойынға қайта оралғысы келетінін айтады. Фронтмен Матрица фильмін еске түсіріп, екі дәрінің қайсысын таңдайсың? Көгін таңдасаң тып-тыныш жүре бересің, саған ештеңе болмайды. Демек сол кинодағы Нео сияқты қызылын таңдап, әлемді өзгертпекші бір қаһарман болғың келе ме? Деп ұйықтал кейін пышылдатып, ойынға оралуыңмен деп Кихунды құттықтайды. Ал олақтық танытқан отряд Б жоспары, яғни тістегі аңду құралы арқылы аралды табу дейтін миссияға көше бастайды. Мына жақта жұмысынан қуылған 11 белгіленген орынға келіп ойынға қатыспақшы болып контейнеріне кіреді. Сөйтсек, бұл 11 санымен нөмірленген кабинасында мына біреу солдаттардың қызметін атқаратын кейіпкерлердің бірі екенімізге көзіміз жетеді. Бәсе бағана қоянның костюмін киіп жүріп, қалай тұншықпайды десем, әбден қымтанып жүріп үйреніп қалған бәле екен ғой. Келесі бөлімде бұл енді не білдірейін деп тұр екен. Кихунның жағдайы қалай болмақ? Оларды алдыңғы видеолардың бірінде бірге отырып көретін боламыз. Менсіз көріп қоймаңдаршы, пожалуйста.